Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін бір өте ерекше тағам түрін жасаймыз. Моңғол халқының ұлттық тағамы ұн қуырдақ. Ол үшін алдымен қамыр илеп аламыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасап жатырмын. Шай ішетін кесемен жарты кесе су құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқа жарып саламыз. Осының үстіне енді жарты шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне 400 граммдық стаканмен толтырып ұн салдым. Енді қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын болды. Июі қанып тұру үшін осылай бетін жауып қойып қоямыз. Енді тапамызды отқа қойып, подливін дайындап аламыз. Барлығын алдын ала турап алдым. Ең бірінші туралған етімізді қызып тұрған майға салып қуырамыз. Осылай араластырып отырып етімізді қызартып аламыз. Енді қуырылған етіміздің үстіне пияз саламыз. Бұны да араластырып, шамалы қызартып қуырып аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді салып қуырып аламыз. Енді картошкамызды салып қуырамыз. Енді үстіне атып тұратындай су құямыз, дәміне қарай тұз саламыз. Жай отта 20 минут қайнатып аламыз. Енді оған дейін қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыздың міне июі қанып тұр. Оны себіп отырып жайып аламыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді 4 бөлікке бөлеміз. Енді қызып тұрған тапамызға екі бетін аздап кептіріп аламыз қамырымызда. Екі бетін алдыра отырып кептіріп аламыз. Енді кепкен қамырымыздың ортасын шамалы азғантай ғана майлаймыз да, орап қамырымызды кесіп шығамыз. Осылай ораймыз, енді кесеміз. Арасы жабыспайды. Міне кесіп болдық. Ыдысымызға салып, енді мына қайнап жатқан подливтің үстіне салып пісіреміз. Жай отта жарты сағат пісіріп аламыз.
міне тағамымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.